Ардақ Назаров ағамыз айтады, кейде бір ауыз сөздің адам өмірін өзгертіп жіберетін сәттері болады. Сондай сәттің бірі Қытайдағы бір жарыс алдында басымнан өтті. Тұлғасы келіскен, болмысы бөлек бір ақсақал қасына шақырып алып, қолымды ұстап тұрып, «Мынау кімнің қолы?» деді. «Менің қолым ата» дедім. Ақсақал: «Жоқ, бұл қазақтың қолы. Ертең сен жеңсең, қазақ жеңеді, жеңілсең, қазақ жеңіледі. Осыны ұмытпағын» деді. Өн бойымнан тоқ жүріп өткендей күй кештім. Бұрын соңды ондай күйді сезінген емесем. Осы бір ауыз сөз менің көзқарасымды өзгерткен сөздердің бірі болды. Бұрын кілемге өзім үшін шықсам, осы бір оқиғадан кейін қазақтың атынан шығатынымды сезініп шығатын болдым. Бір ауыз сөзімен талай жанға үлгі болатын ардақты ағалар-ай.